Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер өт іркілуі себептері, белгілері және алдын алу әдістері туралы толық ақпарат алатын боласыздар. Өт майлардың майда еритін дәрумендердің қорытылуына, нәруыздар мен көмірсулардың сіңуіне қажет бауыр жасушаларын өндіреді. Бауырдан түшіктер арқылы қос ағза өт қабына түсіп, одан жиналып, өт қоры сақталады. Майлы тағамдарда тұратын кезде өт қабының қабырғалары жиырылып, жиналған өт түтік арқылы ұлтабарға бөлініп, ас қорытуға қатысады. Өттің негізгі міндеттеріне тамақпен бірге келетін және өтпен өңделгеннен кейін май қышқылдары қанға еніп, бұлшықеттерді қоректендіруге, жасушаларды құруға және гормондарды өндіруге жіберілетін майларды ыдырату процесіне қатысады. Ыдыраған майдың ішінде майда еритін А, Д, Е, К дәрумендері тек май қышқылдарымен бірге тіндерге енеді. Сонымен қатар өт ағзаға өт қышқылдарымен байланысатын және ішектерден нәжіспен бірге шығарылатын артық холестериннен құтылуға көмектеседі. Өттің іркілуі деп өт қабынан өт жеткіліксіз мөлшерде шығатын немесе мүлдем шықпайтын жағдайды айтамыз. Өт қабында жиналған өт шоғырланып, ұзақ қозғалмаған жағдайда ол өте қою, қоймалжың болады. Өт бөлшектері тұнбаланып, қалдық түзеді. Бұл ақырында тас пайда болуына әкеледі. Бауыр жасушалары өт шығаруды жалғастыра отырып, өт қабының жиналуына және созылуына ықпал етеді және қысымның жоғарылауына байланысты өт бауыр түтіктері арқылы кері ағып, бауырға отты әсер етеді. Майлар мен майда еритін дәрумендер сіңуінің бұзылуы метаболизмдік теңгерімсіздікке әкеледі. Бұл дәрумен тапшылығының, дисбактериоздың, остеопороздың дамуына әкеледі. Өт жеткіліксіз болса, холестерин ішек арқылы сіңіп, қанға түседі. Қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауы холестерин түйнектерінің пайда болуына, қантамыр атеросклерозының және жүрек ауруларының дамуына әкеледі. Қандай факторлар өт іркілуіне алып келеді? Оларға пассивті өмір салты және көп отыратын жұмыс, жыныстық фактор, жүктілік кезінде қауіп немесе менопауза кезіндегі гормондық өзгерістерге байланысты әйелдерде ерлерде қарағанда жиі кездеседі. Жас ерекшелігіне байланысты егде жастағы адамдар өт іркілуіне бейім келеді. Рационда қантқан майлар мен холестеринге бай тағамдардың басым болуына да байланысты. Өт жолдарының жиі инфекциялық жұқпаларында да, созылмалы бауыр ауруларында да кездеседі. Әсіресе антибиотиктерді ұзақ қолдануда семіздікте көп кездеседі. Келесі кезекте өт іркілуінің себептерін атай кетсек. Дұрыс тамақтанбау, тамақтану арасында тым ұзақ үзілістің болуы. Пайдалы майларды тұтынбай қатаң диета ұстау. Тамақтану сипатына да байланысты шамадан тыс тамақтану, қаныққан майларға бай майлы және қуырылған тағамдарды көп тұтыну. Белсенді емес өмір салты және алкогольді асыра пайдалану. Таза суды жеткіліксіз тұтыну. Өт жолдарының спазмына әкелетін жиі стресс және соның салдарынан өт ұлтабарға бөлінбейді. Өт қабының туа біткен және жүре пайда болған деформацияларды өттің іркілуіне әкелуі мүмкін. Көбінесе бұл өт қабының мойыншаларының иілуінің бұрылуы және тарылуына байланысты. Өт іркілуінің белгілері: оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, кекіру, қыжыл, ауызға ащы дәм келуі, ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Диспепсия, жүрек айну, құсу, іштің кебуі. Ішек қызметінің бұзылуы, көбінесе іш қату. Салмақ жоғалту. Сынғыш сүйек, құрғақ тері мен шаш, сынғыш тырнақ, майда еритін дәрумендердің жетіспеушілігінің белгілері. Созылмалы шаршау, ашушаңдық. Асқынған жағдайларда терінің және сілемейлі қабаттарының сарғаюы, терінің қышуы, зәрдің қараюы, нәжістің түсінің өзгеруі. Өт іркілуінің дамуын болдырмаудың алдын алу шаралары ең алдымен пайдалы майлардан тұратын дұрыс диета. Бұл аз мөлшерде сары май немесе зәйтүн майы, аздап майлы ет, майлы балық, аз мөлшерде зәйтүн, жаңғақтар, авокадо, жұмыртқаның сарысы, ірімшіктер. Асқазан ішек аурулар болмаса ащы өнімдер, яғни аскөк, руккола, көк пияз және бақбақ. Және ащы дәмі бар тағамдар, балдыркөк, қырыққабат, шалғам, сарымсақ, пияз сияқты өнімдерді тұтыну. Екіншіден өте маңызды мәселе. Күндіз кем дегенде 1,5-2 литр су, ал таңертең жылы су ішу, құрысуларды, спазмды және өттің шығуына ықпал ететін пайдалы әдет. Менің каналымдағы судың пайдасы туралы видеомды көре кетіңіздер. Сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Үшіншіден физикалық белсенділік. Өт шығаруға және өт қабын босатуға көмектесетін қарапайым жаттығулар.
Осы шараларды сақтау өт іркілуін болдырмауға ғана емес, сонымен қатар артық салмақ пен семіздіктің даму қаупін азайтуға көмектеседі. Егер өт іркілуінің себептері мен белгілері болса, профилактикалық медицинадан қарап тексерілуден өту және өт іркілуінің дамуын және соның салдарынан ауыр аурулардың алдын алу үшін дәрігермен кеңесу маңызды. Өз денсаулығыңызды күтіңіз. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.